Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпарат тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы-қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк жемесін басыңыз. Жұрт ойлағандай емес, дауға қалған Еркебұлан Тоқтар мән-жайды түсіндірді. Жұрт ойлағандай емес, дауға қалған Еркебұлан Тоқтар мән-жайды түсіндіріп айтты. Белгілі актер, аралас жекпе-жек шебері Еркебұлан Тоқтар журналист Аман Тасығанға берген сұхбатында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанған алғаны үшін сынаған адамдар жауап берді деп хабарлайды Азаттық рухы. Атақты неге берген деген сұрақ қойылып жатыр. Неге екендігін білмеймін. Ол сұрақ маған қойылып жатыр. Оны берген адамға қою керек. Неге бердің деп сұрасын. Ал мені неге алдың деп сұраса, маған берді, мен алдым, жауап беремін. Оны жоғарғы жақтағы адамдар шешті, дейді актер. Еркебұлан Тоқтар жұрт ойлағандай, ол атақтың материалдық тұрғыдан пайдасы жоқ екендігін атап өтті. Келіп кетіп жатқан пайдасы жоқ. Мен жеңілдік алмаймын. Мемлекеттен ақша алмаймын. Тегін емделуге болады екен деп естіп қалдым. Мен тегін емделмеймін. Өйткені өзімнің дәрігерлерім бар. Соларға ақша төлеп жүрмін. Ешқандай жеңілдік қызық емес. Кейбіреулер награда берілген соң үкіметтен ақша алады деп ойлайды. Бір тиынды алмаймын, маған керегі де жоқ. Награда берді, қолын қайтармадым. Өте қуанышты болдым. Оған лайықтымын ба, жоқ па, оны берген адам шешетін шығар. Қолдағандарды сөйлей береді. Олардың ешқайсының аузын жапқым келмейді. Мен туралы көп айтылғандығы жақсы. Жақсы айтсын, жаман айтсын, маңызды емес. Біреуге ұнаймын, біреуге ұнамаймын деп түйіндеді ол. Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және де ақпарат министрі Аида Балаева 8 желтоқсанда Еркебұлан Тоқтарға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын тапсырған болатын. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас сізге де ақпараттар үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.